Ассалаумағалейкумдер. Так, мына танк 300 автокөлігін 24 жылы 20 наурызда алдым. 15 километрмен пробегі. Қазіргі таңда 94.469 километр жүріп тастадым. Bir жылдың ішінде. Осы уақыттың ішінде тек қана май суын ауысып тұрдым. Әр 10.000 сайын, кейде 7.000 сайын май суын ауыстырып тұрып. 54.000 километр болғанда алдыңғы колодкілерін ауыстырдым. Содан 88.000 болғанда бүкіл барлық май суын ауыстырдым. Коробканың майын ауыстырдым. Передний раздатка, артқы мосттың бәрін майларын ауыстырып, суларын ауыстырып. Енді осы таңға дейін ешқандай жалобы жоқ. Машина көңілімнен шықты. Бір кемшілігі семьямен, бала-шағамен алыс жолға жүргенде кішкене ыңғайсыздау. Жалғыз бір-екі адамға емін-еркін кеңінен жол жүре беруге болады. Жол талғамайды, жақсы. Суға да түсіп жатырмыз, анда видеода төменде бар. Балшыққа да кіріп шығып жатырмыз. Ничего, нормально жүріп жатырмыз. Енді ыңғайлы, жақсы, жолда жұмсақ. Бензин жағынан 100-ге 9 литр жағады. 9 литр, 10 литр жүріске байланысты. Май алу жағын жоқ, май жемейді, жақсы май құйып жатырмыз. В общем, жалобы жоқ машинаға. Ходовкасы бәрі жұмсақ. Радымен де салыстыруға болады. Әр 15.000, 18.000 сайын кардандарды майлап тұрамыз. Кеуіп кетеді ішінде. Май салып, басқа ештеңе істеп көрген жоқпын. Bir жылдың ішінде 94.000 азғантай пробег емес деп ойлаймын. Бірге болыңыздар, қарап отырыңыздар. Алдағы уақытқа тағы саламыз. 100 километрдан кейін, 100.000-нан асқаннан кейін шығатын шығар. Ақау бар. Көре жатармыз соны бірге. Аманшылықта.